қазақ елі, біз бүгін Құдай қаласа жаңағы өзіміздің логотипімізді, соны мынадай мына футболкамыз бар, осыған және кепкамызға жазатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір кеттік. Қазір мен оны жасап шығаратын үйге барамыз. Сол жақтан жасаған барысын көрсетеміз. Ары қарай Құдай қаласа бірге көреміз, тамашалаймыз. Кеттік. Достар, біз шеберханаға келдік. Ағарке деген қарындасымыз шеберханасы осы арада ғана бастап істеп жатыр. Қазір енді кеттік. Біз футболканы мына алып келдік. Менің логотипім Құдай қаласа міне осы әділ дарабоз деген логотип, осы футболкаға жабыстыратын боламыз. Логотип жасаймыз. Одан кейін екіншісі кепка. Кепкамыз бізде мына міне молочный кепка. Осындай қазір шығатын болады. Енді іс барысын көріп өтейік. Достар, біз істеу барысын көрсететін боламыз. Бұны еш жерде көрсетпейді. Тек қана біздерге дайын көрсетеді. Ал кеттік. Міне біз мынаны салдық. Жай ғана қарап отырамыз. Пергаментный бумага қоямыз. Міне қойды. Жай ғана өзінің термопресс немесе кәдімгі үй жағдайында үтікпен де үтіктеуге болады. Міне. Біз ойлаймыз оны арнайы бір цехқа бір нәрсеге саламыз деп. Қарапайым дүние, бірақ үлкен мағынасы. Футболканы принт түсірмей тұрып, бірінші сәл жылытып, тегістеп үтіктеп аласыздар. Одан кейін барып үстіне өзіңіздің термонаклейкаңызды ДТФ-тен шығарылған үстіне қоясыздар. Оның үстіне пергаментный бумагасын қойып, термопресс немесе болмаса кәдімгі үй жағдайында үтікпенде жапсыра берсеңіздер болады. Жапсырып болғаннан кейін суығасын барып, бетіндегі пленкасын алып тастаймыз. Осылай қарапайым ғана әдіспен үлкен дүние жасалып жатыр. Қазір біздің әділ дарабоз логотипі дайын болып қалады. Құдай қаласа бірге көреміз. Мына жақсылап бір тегіс қылып барлық жағын термопресспен бастырып шықтық. Енді ашамызда сәл бір 3-5 минут суығанын күтеміз. Оған дейін біз кепканы жасап тастайық. Кепкаға мына кәдімгі логотипті түсірдік та, оны жан-жағын скотчтап тастадық. Енді бұны мини термопресспен үтіктеп шықсақ болады. Мына болғанда жаңа бетіне жаңа қағазын қойып жасайтын болады. Кеттік, біздің кепкамыз, бастаймыз. Міне. Мұны да кәдімгі үтікпен үтіктеп, жай ғана басып шығады қазір. Кепкаға арналған арнайы термопрессіңіз болмаса да, үй жағдайында кәдімгі үтікпенде жасай бересіз. Негізі кепканың термопрессы өзі бөлек болады. Бұл енді жуған кезде қалай болады ертең біз? 50 рет жуғанша ешқандай да не қылмайды, тұтқамайды. Қарап отырсаңыз, біз енді футболканы 50 рет жуғанша ол уже тозып та қалады футболкамыз, мысалға жылына, мысалға. Сондықтан ол өте жақсы деп ойлаймын, 50 ретке шыдайтын болса краска бәрі. Ақысы қанша болды істеп жатқаныңызға? Қазір 1 жылдай болды. 1 жылдай болды. Міне осындай кішкентай ғана үй жағдайында осындай үлкен бизнеспен айналысып жатыр. Өте керемет. Ар қазағымыз бай болсын. Достар, біз 5 минут күттік. Міне мынау бетінде пленкасын алып отырамыз, сонымен дайын болып қалады. Достар, көрдіңіздер ме, керемет шығып жатыр. Бұл біздің енді бірінші логотипіміз. Құдай қаласа бұдан әлі талай жасайтын боламыз, талай дүниелер кететін болады. Құдай қаласа каналымыз дами берсін. Арада бізде енді футболкамыз жаңа көкшілді серілі болып тұр. Арада шамалы енді әдемі көрініп тұр. Кейінірек бір ақ футболкада жасап көретін боламыз, Құдай қаласа. Алып болған енді тағы да заклепить етіп, тағы да бір үстіне басып жүру керек. Сол кезде ол мықты болады, ұзақта кететін болып тұр. Керемет, әдемі. Мен бұрын ойлайтын тұғым, шыны керек, бір станоккаға бір нәрсеге салып, тақыр-тұқыр 5 минут бірінші сөйтіп барып, кәдімгідей бір киім шығарғандай болған жоқ. Қарапайым ғана осындай әдіспен жасап істеуге болады екен. Өте қуаныштымын, керемет. Міне, дайын болып, 5 минутқа жетпей дайын болды. Осылай істетсеңіздер болады. Қызылорда қаласы болса, төменгі описанияға тастап кетемін. Ағарке деген қарындасымыз жасайды. Міне, әдемі осындай футболкамыз жасалады. Қазір біз киіп көрсететін боламыз. Бізде мына кепкамызда 5 минут күттік, дайын болды. Скотчтарын алып тастайық бірінші.
сіз бұны да шәкірт үйретесіз ғой болғанда, иә? ДТФ кандай технологиясын. Даже деген ДТФ принтерді қолдан жасауды үйретеміз. Яғни көрдіңіздер ме? Кәдімгі обычный принтерді өзіңіз қолдан жасап аласыз. Яғни керемет, өте керемет нәрсе. Шәкірт болам десеңіз, Қазақстан қай қаласы барлығына үйрете бересіз, иә? Онлайн үйретеді. Міне әдемі шықты. Мына жақта біздің футболкамыз, мына жақта біздің кепкамыз дайын болды. Қазір киіп көретін боламыз. Достар, міне біздің ең бірінші логотипіміз дайын болды. Әділ Дарабоз және мінекей. Бағалап өтіңіздер, төменге комментарий жазып қалдырамыз. Бұл біздің алғашқы логотипіміз осылай шықты. Сіздер енді ДТФ пен осындай Қызылорда қаласынан бойынша заказ беретін болсаңыздар, төмендегі акция нөмірін қалдырып кетемін, соған хабарласыңыздар. Өте сапалы, өте жақсы. Сау болыңыздар.